Қайырлы таң. Мен балаларымды садикке апара жатырмын, балабақшаға. Бір қолмен сүріп, бір қолмен колясканы итерген кішкене қиындау болып тұр. Сондықтан келесі бөлімде кездесеміз. Мен балаларды қазір садикке қалдырдым. Сабаққа барып жатырмын. Кішкене кешігіп тұрмын. Кіші қызым садикте көп уақыт бола алмайды. Сондықтан қазір сабақ біте салысымен бірден алып кетемін. Ал ұлым кәдімгі сағат 4-те үйге келеді машинамен, өздері әкеп тастайды. Сол бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Кезекші болып, көңілден тазалап кеттік. Енді үйге қайтамыз. Бүгінгі киген киім OOTD. Осындай. Такал. Күн ыстық болып тұр. Сабақ біткенмен менде қазір шаруалар өте көп. Үйге барып, тамақтанып, сосын мен қазір байерствомен айналысып жүрмін, яғни Кореядан заттарды сатып алып, оны Қазақстанға жіберемін. Сондықтан қазір сол заттарды упаковкасын жасап, почтаға салып жіберуім қажет. Содан кейін бұйырса, тағы не, балаларымды садиктен алып, кешкі тамағымды жасап, үйді жинастырып, бітпейді негізі тірлік. Қазір мен айтып жататын болсам, бүкіл видео сол ананы істеу керек, мынаны істеу керек деген сияқты болып кетеді. Ал кеттік істейік солардың барлығы. Сіздерге бұл нәрсенің барлығы қызық бола ма, болмай ма білмедім. Бірінші тестовый ретінде осылай влог салып көрейін. Егер де сіздерге ұнап жатса, онда осылай күнделікті күнімді көрсететін боламын. Бірақ менің күнім ол қыдыру, немесе тамақтану емес, менікі шауып жүру. Сондай. Тура біздің универден шыққан жерде осындай права алу үшін машинаны айдап үйрететін жер бар. Осы Құдай қаласа соңғы экзамендерімді, файналдарымды бітірген соң осы жерге келіп права алуға үйреніп. Қазір мына заттарды дұрыстап бірінші осылай 10 штуктап бөліп аламын, сосын осылай упаковка жасаймын, чтобы мына коробкасы бұзылмас үшін. Так, упаковканы бітірдім, Құдайға шүкір. Енді қазір бұларды сумкаға салып, апарып тастаймын почтаға, сонымен ура. Так, мен заттарымды упаковкасын жасап, тура шығып жатқан кезде осы екеуі де доставка келіп қалды, жақсы болды. Мына жақта бар, мына жақта екі сумка бар. Сөйтіп арқаланып келе жатырмын. Қазір почтаға барып, сол жаққа өткізсем, сонымен бұл шаруам бітеді. Күшік маған привет деп тұр. Мына жерде осындай күшіктердің отелі бар екен. Представляете? Вау! Так, мен Утигукқа келдім. Мына апаймен уже таныс болып кеткенбіз. Мына жерде 1, 2, 3 мына заттар. Қазір коробка таңдаймыз. Ең үлкен таңдайық, өйткені сыймай қалуы мүмкін. 추가하실 상품을 선택해주세요. 주문 정보를 확인해주세요. Так, мен продукты алып алдым. Міне, енді үйге қайтып жатырмыз, иә?